Армысыздар қазақ елі, қазақ азаматтары. Осы жылы 12 тамызда мына Шымкент қаласында осы мен тұрған Түркістан сарайының алдында Сенат сайлауында масқара болдық. Қазақстан бүкіл елге масқара болды. Бұл масқарашылық. Бұған төзуге болмайды. Бұндай масқарашылық Қазақстан тарихында болған жоқ шығар. Мүмкін мынау солтүстік Кореяда, мүмкін Гондураста болған шығар, бірақ Қазақстанда болған емес. Мен өткені талай жылдан бері сайлаумен айналысып келатырмын. Халықаралық бақылаушы деген статусым бар. Талай елді сайлауда болдым. Мынандай заң бұзушылықты, мынандай масқаралықты көрген емеспін. Сол күні 12 тамыз күні осы жерде жаңағы Сенат сайлауына бақылаушы болып 2-3 жігіт келдік. Менің қолымда мінекей бақылаушы деген куәлігім бар. Бұл Қазақстан Республикасының конституциялық сайлау туралы заңында бұл жазылған 20-1 бабында әрбір қоғамдық ұйым, саяси партиялар сайлауға, қандай бір сайлау болсын, бақылаушы жіберуге құқы бар. Мен сол күні осы сайлауға куәлік алып келіп, даже мынау сайлау учаскесінің ішіне жақындаған жоқ. Сыртта Ибрахим Әлсерке деген жігіт екеуміз сыртта келе жатыр едік. Ол қалай болғанын білмей қалдым. Бір уақытта біз екеумізді келдік та жаңағы азаматтық киімде екі-үш азамат келді да бізді ұстап, Айшаға қарамай, не үшін, не мақсатпен кімсіңдер дегенімізге қарамай ұстап алып, машинаға салып, жаңағы Қаратау аудандық полициясына алып барды. Ол полицияға алып барған кезде жаңа тергеушінің бастығына не үшін әкелдік бізді, не қандай құқық бұздық, не үшін десек жауап беремеді, айтамайды, білмейміз, біз білмейміз дейді. Бізге сондай анаяқтан жоғарыдан сонда бұйрық түсті дейді. Не деген масқара? Мынау менің Қазақстан Республиканың азаматтық өзімнің құқымды, конституцияны сол күні таптады бұлар. Аяқ асты етті Қазақстан Республикасының конституциясын. Тоқаев мырза, сен сол конституцияны кепіл емессің бе? Мінекей, сол күні мен қатты айтайын, ашумен айтып тұрмын, өйткені сол күні бізді әбден қорлады осы жерде. Қорлығымен неменде мына Сенат сайлауына кіре алмасақ, соны бақылауға күйген адамды кіргізбесе, бұл қорлық қой. Сол күні конституцияға да, біздің азаматтық құқымызға да аяқ асты етті мына жергілікті билік. Сен кепіл болған, Тоқаев мырза, сен кепіл болған конституцияға төбесіне тішті олар. Көтін сүртті. Басқа не айтайын мен, айтыңдаршы. Мінекей, сол үшін қамасыңдар, қамамай жіберіңдер. Қандай құқы бар еді біз кіргізбеуге? Бізді кіргізбей, о жерде біз кіргізу керек еді. Біз бары тіркелуіміз керек еді. Соны бақылап отыруымыз керек еді. Басқа бізді ешқандай о жерде зиянымыз жоқ. Мінекей, осындай бізде Қазақстанда. Не деген масқара? Тоқаев мырза, оны сіз тексеріп, зерттеп, кінәлілерді жазалауыңыз керек. Бұл жерде жарайды, біз жергілікті полиция бізді алып кетті. Мәселе полицияда емес. Кім бұған тапсырыс беріп отыр? Тапсырыс берушіні табу керек. Полиция өзі келіп бізді алып кетемейді. Бір тапсырыс берушілер бар. Бұл жалғаса беру керек емес. Не деген сұмдық бұл? Келіп азаматтық құқығымызды пайдаланып, сайлауды бақылай алмасақ, бұл қандай ел, қандай мемлекет? Қазақстан мемлекеті қандай сорлы болды ғой бұл? Мемлекет емес бұл. Не деген сұмдық мен? Азаматтардың, Қазақстан азаматтардың құқығы тапталып жатса, қорланып жатса, Тоқаев мырза, сізден осыны күтеміз. Сіз қашан қайтасыз? Ал қане сіздің митингіге рұқсат беретін заңыңыз? Ода жоқ. Заң шықты, ешқандай ол жоқ рұқсат. Тыңдайтын өкіметіңіз қайда? Тыңдамайды олар өкімет қазір. Бәрі топастар, сауатсыздар. Мен тіке айтайын, олар топас, сауатсыз. Топас, сауатсыз болмаса, сол күні бізді ұстамас еді. Олар заңды бұзбас еді, конституцияны бұзбас еді сол күні. Тоқаев мырза, сізге әлі де сенім артып, сол күнгі жағдайды тексеріп, зерттеп,
жазалауыңызды сұраймын.